сәлеметсіздер ме? Қазақ хикаялар арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Дәрігер болып жұмыс істедім дейді тағы. Өтірігіңді жая берме түрмеші әйел деп, Зәулім мейрамхананың әкімшісі сулы халат киген, жасы ұлғайған, ыдыс жуушы әйелге жиіркенішпен, зәрлі кейіппен тіл қатты. Көптеген жылдар бойы өз қолдарымен қаншама адамды өлім аузынан арашалап қалған абзал жан бұл қорлықты тағы да үнсіз жұтты. Өзгелердің кірідісін жууын жалғастыра берді. Бірақ Зәулім үйлену тойының думанды сәтінде жергілікті алпауыт байдың ұлы кенеттен тынысы тарылып, паркете деңгек құлап түскенде сәнді киінген нөпір жұрттың асқақ көкірегі бір сәтте ғайып болды. Ал әлгі бәрі жек көрген бұрынғы сотталушы әйел өлім халінде жатқан жігітке қарай батыл қадам басқанда айналадағының бәрі сілтедей тынды. Қазақ хикаялар арнасының құрметті көрермендері, хикаяны жалғастырмас бұрын бізді қай өңірден тамашалап отырғандарыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Баршаңызға жағымды тыңдалым тілейміз. Тұнық сабынды ыстық су жұқа резеңке қолғаптың сыртынан теріні қарып бара жатқанда еді. Бір кездері стерилді медициналық латекс қолғап киген осы саусақтар хирургиялық скальпель жүзін дәл әрі сенімді бағыттап, талай жанның өмірін сақтап қалған болатын. Ендігі күні бұл қолдардың басты уайымы ауыр фарфор тәрелкелердің жиегіне кеуіп қалған бүлдірген тұздығының қалдығын қырып тазалау еді. Хирургиялық шамның шағылысқан өткір жарығы туралы естеліктер баяғыда санадан өшіп, мейрамхананың төбесі аласа ыдыс жуатын бөлмесіндегі күңгірт сары сәулеге орын берген. 1994 жыл болатын. Өндірісті шулы, үлкен қала жаңа капиталдар мен өмірдің жаңа қожайындарын өз құрдымына жұтып, өзінше әуре сарсанмен мазасыз тіршілік кешіп жатқан алтын қырғауыл мейрамханасы қаланың ең беделді элиталық орны саналатын. Бұл жерге қалталы азаматтар оңай табылған ақшаларын шашуға, сәтті мәмілелерін атап өтуге және Зәулім үйлену тойларын өткізуге ағылып келетін. Азғана іші азан-қазан шу, үлкен табаларда шыжғырылған май шашырап, пышақтардың дыбысы шығып, аспаздар бір-біріне айқайлап жататын. Баян терең металл бақпақтың алдында ырғақты қозғалыспен қайнап тұрған суға тәрелкелерді бірінен соң бірін батырып тұрды. Оның жасы 43-те болатын. Ерте түскен ақ шаштар араласқан, қалың қара шашы төбесіне ақ орамалдың астына түйілген. Қозғалыстары өте жинақы, ширақ, ешқандай артық қимылсыз еді. Бұл көп сағаттық ота жасау кезінде күшін үнемдеп үйренген хирургтың кәсіби дағдысы. Пластик есік серпіліп ашылып, аптап ыстық бөлмеге суық желмен бірге залдың әкімшісі Ербол кіріп келді. Шашын артқа қарай жылтырлатып тараған, жасы 30-дарға таяған бұл еркектің соңынан ерген өткір де тәтті ерлер әтірінің иісі бірден асханадағы дәмдеуіштер мен қуырылған еттің жұпарын басып кетті. Ербол кір ыдыстардың үйіндісіне менсінбеушілікпен көз тастады. «Ей оқымысты әйел, ұйықтап қалғансың ба немене?» деп сөздерін соза тісінің арасынан шығарды. Жарты сағаттан кейін 40 кісілік банкет басталады. Маған тап-таза фужлер керек, ал сен болсаң бір тәрелкені сипалап әлі тұрсың. Баян шүмекті баяу жапты. Аққан судың шуы сап тыйылды. Ол басын бұрып, әкімшіге өзінің байсалды, ішкі сырын бермейтін өткір жанарымен қарады. Бұл көзқарастан Ербол әрдайым ыңғайсызданатын. Фужлердің бәрі сүртіліп дайын, үстел үстінде тұр. Ербол Базарович деп сабырмен жауап берді. Оның даусында қорқынышта, жарамсақтану да жоқ еді. Тек суық, әрі орнықты әдептілік қана сезілді. Ал тәрелкелерді өте мұқият жуу қажет. Әлде қонақтар ыдыстың жиегінен өзге біреудің ерін бояуының ізін тапқанын қалайсыз ба? Ербол иығын жұлқып берді. Бұл әйел оның жынына тиетін. Оның тіпті тік жүретіні, сауатты сөйлеуі, ешқашан көзін төмен түсірмейтіні шамданысын тудыратын. «Сен менің басымды айналдырма» деп пысқырды ол. Өзінің сенімсіздігін
дөрекілікпен жасырғысы келіп, бізде де талайды көргенбіз, дәрігер болдым дейсің, өтірігіңді басқаға айт. Сенің мына абыройсыз өмірбаяныңмен жұмысқа алғанымызға Аллаға шүкір де. Байқа, күміс шанышқылар жоғалып кетсе, бірден темір тордың артына қайта шығасың. Ол кілт бұрылып, есікті тарс жауып шығып кетті. Баян селт етпеді, тек қолындағы ыдыс жуғыш губканы қаттырақ қысты. Түрмеші, бұл сөз қазір оның жанын ауыртпайтын, тек тілінде ащы дәм ғана қалдыратын. Ол шүмекті қайта ашып, қолын қатты аққан суға тосты. Судың шуы асхананың дыбыстарын тұншықтырып, оның санасын өзі ұмытқысы келген өткен күннің қойнауына жетелеп әкетті. Жат шіркін, Баянның мәңгілікке өртеп жібергісі келген сорақы бейнені көз алдына келді. Жалпы режимдегі әйелдер колониясы, 50 әйел сыйған ұзын барак, ондағы ауа өте ауыр, кір сабынның, арзан темекінің және іште бұққан ыза кектің иісіне тынып тұратын. Ауыр темір есік артынан теріс жабылған алғашқы күні. Сол жердің байырғы тұрғындары жаңадан келген әйелдің төзімін тексермек болды. Оның төсегіне қарай 3 әйел жақындап келді. Олардың басшысы дөрекі мінезді, бет-әлпеті суық әйел Баянның ұқыпты жиналған киімдерін үнсіз ғана кіреденге сыпырып тастады. Төменгі орын менікі, оқымысты әйел, жоғарғыға шығасың ба? Деп лақтырды ол. Жана келген жанның жылағанын, байбалам салғанын, немесе төбелескенін күтіп. Баян айқайлаған жоқ. Ол баяу көтеріліп, иығын тіктеп, әлгі әйелдің көзіне тура қарады. Сол сәтте оның бойында ота үстелінің үстінде өліммен талай бетпе-бет келген нағыз хирургтың рухы оянды. Қыздар, Баян даусы бәсен, бірақ ішінде сондай бір мұздай суық темірдей айбат болғандықтан барак ішіндегі барлық әңгіме сап тыйылды. Мен 15 жыл бойы адамның ішкі құрылысын кесіп-пішіп келген жанмын. Мен сендер көрсе шошып, естерінен танып қалатын нәрселерді көрдім. Не деденге лақтырылған киіммен мені қорқыта алмайсыңдар. Киімдерді орнына қойыңдар өтініш. Олар бұл сөзден емес, Баянның адамның ішін тесіп өтетіндей ауыр өткір көзқарасынан сескеніп, кейін шегінді. Бірақ нағыз құрмет арада 2 ай өткенде келді. Түн ортасында баракаттың үлкені, жасы ұлғайған Тоғжан есімді толық әйелдің өті қатты ұстап, ауырғаны сондай, демі тартылып, еденде аунап жатты. Кезекші қарауыл әйел тек қолын сілтеді, танға дейін шыдасын, өтірік ауырып жатыр. Сол кезде Баян темір тордың қасына барды. Ол өтінген жоқ, ол әмір берді. Науқастың өті жарылып, ішкі қуысы улану алдында тұр деп, кәсіби терминдерді сондай бір үстемдікпен айтқанда, қарауыл әйел абдырап қалды. Егер 10 минут ішінде бұл жерге зембілмен фельдшер келмесе, таңертең өлікті қабылдайсыңдар. Ал мен медициналық көмек көрсетпеу салдарынан өлімге соқтырған жағдай туралы хаттама жеке өзім куәлік етемін. Уақыт кетті. Жедел жәрдем шақырылды. Тоғжанға уақытында ота жасалды. 1 айдан кейін бараққа оралғанда ол ең алдымен Баянның қасына келіп, оның үстеліне үнсіз ғана таптырмайтын қанаттың үлкен кесегін қойды. Бұл сол жердегі ең жоғарғы ризашылықтың белгісі еді. Содан кейін колонияда ешкім оны түрмеші деп те, тегіммен де атаған жоқ, тек құрметпен дәрігер дейтін. Баян ол жерде өзін аяушылық танытуға тыйым салғандықтан аман қалды. Ол түрмеге ауруханадағы ұзақ титықтанатын кезекшілік сияқты қарады. Мұнда тек өз жұмысыңды істеп, қадіріңді сақтай білу керек еді. Бірақ түрме қабырғасы оның жігерін жасыта алмаса да, жақын адамдарының опасыздығы оның жанында жазылмас терең жара қалдырды. Кезекті тәрелке тап-таза болып жарқырады. Баян оны кептіргішке қойды. Кеудесі қысылып, жүрек тұсы қарып бара жатқандай болды. Бұл жанының сыздауы еді. Ол ауыр мұнының жаңғырығы әрдайым кенеттен келетін. Ол сот залын есіне алды. Шілденің аптап ыстық күні,
судья басылған дыбысы және үкімнің құрғақ суық сөздері. 3 жылға бас бостандығынан айырыласың. Баян сол кезде сот залынан тек бір ғана жанды іздеді. Ол күйеуінің көзі еді. Бақытжан, екінші қатарда отырған, 20 жыл бойы бір нанды бөлісіп, бір төсекті бөліскен жары. Үстіне қымбат жүннен тоқылған костюм киген, күтінген. Бұл еркек мына ресми мекемеде мүлде жат көрінетін. Үкім оқылғанда Бақытжан орнынан атып тұрған жоқ. Әділетсіздік деп айқаламады. Ол тек көзін тайдырып, галстугын жиіркенішпен түзеді де, әйелінің білегіне темір кісен салғанын күтпестен шығуға ыңғайланды. Кейінірек Баян оның сол уақытта өз сәулет бюросындағы жас қызметкерімен жарты жыл бойы жасырын өмір сүріп келгенін білді. Сот оның табысты өмірбаянынан мәселесі көп әйелін сызып тастауға ыңғайлы сылтау ғана болған еді. Ал Бақытжанның бос қалған орнының қасында олардың қызы Дана отырған болатын. Оның жаңа ғана 18 жасқа толған кезі еді. Қыз анасына зәре құты қалмай, түсінбеушілікке толы үлкен көздерімен қарап тұрды. Ол жанарда үнсіз сұрақ бар еді. Қалай ғана бұл қадамға бардың? Баян дымқыл қолдарымен металл бақбақтың жиегіне сүйеніп, көзін жұмды. Қалай ғана барды? Осыдан 3 жыл бұрынғы сол бір қайғылы күні университеттен қоңырау шалынған еді. Дана баспалдақтан құлап, есінен танып қалған, бас сүйек миы жарақаты болуы мүмкін деп хабарлады. Бөлімнің кезекші дәрігерлері Баян аналық қорқыныштан есінен адасса жаздап шығуға ұмтылды. Бара ғой Баянжан, қызыңа қарай үштеп, бәйек болды қасындағы үлкен акушер әйел Тоты. Толықшы келген, жүзі қызыл, бұл әйел Баянның иығынан мейіріммен сипап тұрды. Мен бөлімге бас-көз боламын. Бізде бәрі тыныш. Тек 3-ші палатада бір ауыр науқас бар. Бірақ көрсеткіштері қалыпты. Бара ғой, мен реттеймін. Баян сол сәтте Тотыдан шыққан коньяктың ащы иісінде оның ауытқыған жанарында байқамаған еді. Өйткені бас дәрігердің бөлмесінде оның мерейтойын тойлап жатқан болатын. Ол қызына кетті. Ал түнде әлгі ауыр науқастың жағдайы күрт нашарлады. Тоты, кезекші реанимолог, өзінің ішімдік ішкенін біліп қояды деп қорқып, оны шақырмай қойған. Ал таңертең өз салғырттығының ізін жасыру үшін науқасты асығыс үйіне шығарып жіберді. Жас келіншек 3 күннен кейін қаны бұзылып, сепистен қайтыс болды. Тергеу басталғанда Тоты жылап, балаларының денсаулығымен ант су ішіп, Баянның алдында тізерлеп тұрып, өмірін қорқылмауын өтінді. Құжат бойынша кезекші дәрігер сенсің ғой, Баянжан, ал менің жүрегім ауырады. Түрмеге шыдай алмаймын деп боздады ол. Бос бөлмеде. Баян кінәні өз мойнына алды. Ол сот мән-жайды анықтап, шартты мерзім береді деп сенді. Бірақ жүйеге басқаларға сақ болатындай қатал жаза керек еді. Ей Баян, аспаз Разияның ащы даусы оны естеліктер құрдымынан жұлып алды. Баян селт етіп көзін ашты. Бақтақ бос еді. 50 жастағы аласа бойлы, толықша келген Разия ыдыс жуатын бөлменің есігіне сүйеніп әрең тұр еді. Оның жүзі әдеттен тіс бозарып, маңдайынан тері тамшылары шығып кеткен. Демі тарылып, ысқырық дауыспен ауыр тыныс алып жатты. Баянжан деп сыбырлады аспаз әйел, кеудесін қысып. Маған өте жаман болып тұр. Көзім қарауытып барады. Баян бірден қолындағы резеңке қолғапты жұлып алды. Асхананың шуы, Ерболдың қорлығы, өз жанының мұны бәрі бір сәтте ғайып болды. Тек науқас қана қалды. Ол Разияны шынтағынан демеп, құлап кетпеуін қадағалап, аласа орындыққа отырғызды. Баянның саусақтары үйреншікті дәл қимылмен аспаз әйелдің білегіне басылып, тамыр соғысын тексерді. Жіптей жеңішке, тым жылдам соғып тұрған тамыр Разияның жүзінен жабыспақ суық тер шықты. Еріндері көгеріп кеткен. Бір қалыпты демал, мұрынмен жұтып, аузымен шығар, деп бұйырды Баян. Оның даусы бәсен, бірақ ішінде мызғымас сенімділік бар еді. Бүгін қандай дәрі ішіп едің? Есіне түсір.
Разия ауаны жалмауыта жұтып, толық қолдарымен жұмыс киімінің жағасын жұлқып жатты. Таңертең қан қысымым көтеріліп кетіп еді деп сыбырлады ол. Көрші әйел жаңа дәрі берген, атауы К әріпінен басталатын сияқты. Баян санасында кең таралған дәрілерді тез саралады. Түсінікті, бұл тамырларды тарылтатын дәрілер. Олар жиі осындай кері әсер береді. Қолақаның кенеттен қысылуы және қан қысымының күрт төмендеуі. Саған қазір ыстық, қан көп салынған қою шай ішу керек және аяғыңды сәл жоғары көтеріп жатуың қажет. Сол сәтте есік тағы да тарс ашылды. Ербол қолындағы былғары қойын дәптерін сілтеп ішке кіріп келді. Мен түсінбедім. Бұл жерде не? Мәдениетті бикештердің бас қосуы болып жатыр ма? Деп шыңғырды әкімші. Тектегі қонақтар бірінші ыстық тамақ күтіп отыр, ал аспаз болса демалып отыр. Баян баяу тіктеліп, ауыр демалып отырған Зияның алдын қалқалады. Шағын шамның сәулесінде оның тұлғасы тастан қалағандай айбатты көрінді. Адамның дәріге қатты кері әсері болып жатыр. Ербол Базарович деп сөздерін нықтап айтты ол. Егер сіз қазір оны плитаның қасына тұрғызсаңыз, 10 минуттан кейін ол есінен танып, қызып тұрған табаның үстіне құлайды. Сосын тергеушіге не себепті сіздің кезекшілігіңізде қызметкер қаза тапқанын түсіндіруге тура келеді. Ербол сескеніп қалды. Бетінің бұлшық еттері дірілдегенімен, құқық қорғау органдарымен бетпе-бет келу қорқынышы оның аптығын бірден басты. Ол кез келген тексерістен, әсіресе қымбат деликатестерді сатып алу кезіндегі өзінің заңсыз әрекетінің ашылып қалуынан зәресі ұшатын. 15 минут деп ақырды ол. Бір қадам кейін шегініп, су ішсінде бірден жұмысқа кірсін. Ал тоқтап қалған уақыт үшін жалақысынан ұстаймын. Есік оның артынан тарс жабылды. Баян шәйнектен қайнаған суды тез құйып, кесеге 3 қасық қан салды да Разияға ұсынды. Ұсақ ұрттаммен іш. Ертең міндетті түрде дәрігерге бар. Мен саған мұндай қысылу тудырмайтын, жұмсақ әсер ететін жақсы дәрінің атауын жазып беремін. Разия дірілдеген қолдарымен ыстық фарфор кесені қысып ұстап, ыдыс жуушы әйелге үлкен құрметпен, таңданыспен қарады. Баян, сен шынымен дәрігер болған екенсің ғой деп сыбырлады ол, есін біртіндеп жинап. Ал сені не үшін бұл жерге айдады? Қателік үшін, Разия деп. Баян бұрылып, қолбағын қайта киіп жатып, байсалды жауап берді. Өте қымбат қателік үшін. Шайыңды іште, жұмысқа бар. Екеумізге де ақша керек. Кезекшілік түн ортасынан ауа барып аяқталды. Үлкен қала Баянды күздің соңғы айының ызғарлы желімен қарсы алды. Қала күйген жапырақтардың, дымқыл асфальт пен көліктің түтіннің иісі сіңген сызды тұманға бүккен екен. Көше шамдары кіршік-кіршік шұңқырларды ғана жарқыратып тұрды. Баян автобус аялдамасына қарай жаяу тартты. Ол әр тиынды үнемдейтін. Оның арзан матадан тігілген пальтосының қалтасында ұқыпты бүктелген қағаз ақшалар жатты. Бұл элиталық мейрамхананың асханасындағы 2 апталық ауыр бейнетті еңбектің ақысы еді. Оның жолы қаланың шетіндегі ескі панельді 5 қабатты үйлер орналасқан ауданға қарай бағытталған болатын. Баяғы өткен өмірінде Баян төбесі биік, хрусталь люстраның сәулесі паркет еденде ойнаған, дәлізден Бақытжанның қымбат әтірінің жұпары аңқыған кен пәтеріне оралатын еді. Соттан кейін бұрынғы күйеуі асығыс түрде ажырасуды рәсімдеп, айлакер қорғаушылары арқылы мүлікті бөліп алғандықтан Баянға тек мардамсыз қиқымдары ғана бұйырған болатын. Ол қаражат тек коммуналдық пәтерден кішкентай ғана бөлмені жалдауға әрең жетті. Кіреберістің есігі оны темірдің суық дыбысымен қарсы алды. Баспалдақ алаңында шам жанбайтын еді. Баян қараңғылықта үйреншікті әдетпен баспалдақтарды санап, ескірген есіктің кілтін бұрады. Бөлме оны тар, қапастағы ауамен және ауыр, жан ашитын тыныштықпен қарсы алды. Мұнда тек ең қажетті заттар ғана бар еді. Тар темір, кереует, қисайған шкаф және терезе алдындағы үстел. Ешқандай жайлылық жоқ, тек 2 жұмыс арасындағы уақытша бас сауғалайтын орын ғана.
Ол жоғары шамды жақпай, үстел үстіндегі күңгірт шамды ғана қосты. Пальтосын шешіп, Баян үстелге отырды да, қалтасынан тапқан табысын шығарып, жұтаң ақшаны 3 тең емес бөлікке бөлді. Бірінші, ең кішкентай бөлігі, айдың соңына дейін жарма макарон мен шай алуға арналған. Екінші бөлігі, бөлменің тұйық мінезді қожайынына берілетін жалдау ақысы. Ал үшінші, ең қомақты бөлігін ол қарапайым ақ конверттің ішіне берекемен салды. Ертең таңертең ол почтаға барып, бұл ақшаны анонимді аударумен сонау облыстың солтүстігіндегі кішкентай ауылға жібереді. Ол жерде тотының салғырттығынан қайтыс болған әлгі жас келіншектің егде жастағы анасы тұратын еді. Баян қайтыс болған қызды қайта тірілте алмайтынын, кезекшілік журналдағы өз қолтаңбасын өшіре алмайтынын білетін. Бірақ бұл ай сайынғы құрбандық оның өмірлік өкінішінің өз мойнына алған тағдыр жүгінің өтеуі еді. Конвертті желімдеп болған соң, Баян үстелдің тартпасын ашып, ол жерден ашылмаған хаттардың жинағын шығарды. Олардың бәрі Танаға жолданған болатын. Олардың барлығы алушы бас тартты немесе бұл мекенжайда жоқ деген мөремен кейін қайтарылған еді. Хаттардың астында сурет жатты. Бейнеде бақытты, жүзі балбұл жайнаған Тана үлкен қонжық ойыншықты құшақтап күлімсіреп тұр. Мұнда оның жасы 15-те еді. Баянның кеудесінде тағы да ауыр, өткір мұң оянды. Бұл түрменің кез келген айқайынан да қаттырақ шығатын жан айқай еді. 3 жыл бойы ол өз баласының өмірінен сызылып тастады. Бақытжан өз дегеніне жетті. Ол Дананың санасына анасының қылмыскер отбасының соры екенін сіңіріп үлгерді. Колонияда Баянға қоңырау шалуға тыйым салынған еді. Ал хаттары кейін қайтатын. Бірақ қазір ол бостандықта. Ол енді күте алмайды. Баян суреттегі қызының жүзін үлкен саусағымен сипап өтті. Ертең балапаным, деп сыбырлады ол бос бөлменің тыныштығына. Ертең мен сенің институтыңа барамын. Сен мені ең болмаса бірлет тыңдауың керек. Ол суретті құпты жапты. Қатты матрасқа жатты да көзін жұмды. Ертеңгі күн оның жаңа өміріндегі ең ауыр сынақ болғалы тұр еді. Соттан да, түрмеден де қорқынышты сынақ. Ертең ол өз баласын қайтаруға талпыныс жасайды. Ерте таң Баянды қою тұманмен және сүйектен өтетін суық желмен қарсы алды. Жел асфальт үстімен қураған жапырақтармен газет қиындыларын айдап бара жатты. Институтқа бармас бұрын Баян почта бөлімшесіне соқты. Ішке кергенде мұрынға қағаз бен мөр бояуының өткір иісі келді. Ол кезекте тұрып, терезеге 5000 теңге ақшаны қойды. Почта қызметкері әйел түбіртекті немқұрайлы мүрледі. Ақша Баян өз қайғысындай қабылдаған. Сонау алыстағы анаға қарай жол тартты. Арада 2 сағат өткенде ол Сәулет құрылыс институтының үлкен бағандарының қасында тұрды. Тана осы оқу орнына түскен болатын. Қазір қызы 21 жаста. Бітіруші курс студенті. Уақыт еш аяусыз зымырап өтіп, олардың бірге өткізген бүтін бір дәуірін сызып тастағандай еді. Баян жұқа пальтосына қымтанып, суықта бір орында тұра алмай, 2 аяғымен кезек басып тұрды. Ауыр есіктер жиі серпіле ашылып, шулы студенттер тобын сыртқа шығарып жатты. Ауада жақын маңдағы дүңгіршектен шыққан тәтті бәлішпен темекінің түтіннің иісі араласып тұрды. Ақырында есік алдынан Тананың таныс бейнесі көрінді. Баянның тынысы бір сәтке тарылып, жүрегі соғуын тоқтатқандай болды. Қызы керемет есейіп кеткен. Балалық шақтың белгілері жоқ. Бойжеткеннің сымбатты мүсіні пайда болған. Үстінде сәнді, қысқа дубленка мен кен балақ шалбар бар еді. Бұл сол 2004 жылдардың ең сәнді киімі болатын. Ол 2 құрбысымен бірге нәрсені қызу талқылап, қатты күліп келе жатты. Және қолында жаңа түрлі түсті экраны бар ұялы телефонды ойнатып келеді. Бұл анық Бақытжанның қымбат сыйлығы еді. Баян қыздардың алдынан шықты. Тана қызы кілт тоқтады. Жүзіндегі күлкі баяу ғайып болды. Құрбылары үнсіз қалып,
тозығы жеткен пальто киген бейтаныс әйелге таңданыспен қарай бастады. Сен? Тана жұтынып, жан-жағына қарасоқтай қарады да, Баянды білегінен қатты қысып, тас қоқыс жәшігінің тасасына қарай тартып әкетті. Сен бұл жерге не үшін келдің? Қызының даусы үрей араласқан ызамен шықты. Оның жанарында қуанышта, таңданыста жоқ еді. Тек жұрттың көзіне түсуден қорыққан липкі сұмдық қана бар болатын. Мен сені көргім келді, деді Баян. Бәсен дауыспен қызының өз жанарына үңілгісі келіп, 3 жыл өтті Данажан. Мен саған хат жаздым, бірақ олар кейін қайтты. Дұрыс болған қайтқаны. Дана иығындағы сөмкесінің бауын жүйкесі тозып түзеді. Оның жанары анасының бейнет көрген қолдарына, орамал астынан шыққан ақ шаштарына жиіркенішпен түсті. Әкем маған ол сандырақты оқуға тыйым салған. Ол маған бәрін түсіндірді. Сен бір адамның өмірін қидың және біздің алдымызда ақталуға тырысқанда жоқсың. Бұл өтірік, Дана. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Мен кінәні өз мойныма алдым. Жетер, деп қызы сөзді бөліп тастады. Қасынан өтіп бара жатқан студенттер бұрылып қарады. Дана даусын бірден бәсендетіп, ызалы, сабырға көшті. Бұл жерде жанжал шығарғысы келмеді. Мен беделді факультетте оқимын. Мет, жақсы жердің текті отбасының жігітімен сөйлесіп жүрмін. Оның ата-анасы менің анамды шетелде тұрады деп ойлайды. Ал егер олар шындықты білсе ше, сен менің өмірімді де өзіңдікі құсатып құртқың келе ме? Сөздері жүректі тіліп өтті. Бұл кез келген соққыдан да ауыр еді. Баян кеудесіне мұздай, суық қорғасын құйылғандай ауырлықты сезінді. Міне, нағыз жаза осы болатын. Дана одан ұялатын. Дәрігер мен сәулетшінің отбасында өскен ерке қыз кенеттен сотталған әйелдің қызына айналды. Бұл мәртебе оның маңдайына басылған таңбадай, сәнді киімдер мен шетел туралы өтірік аңыздың астына жасырғысы келген терең жарасына айналған еді. Бақытжан жағдайды шебер пайдаланып, Дананың көз алдында Баяннан құбыжық жасап үлгерген. Баян қолын созып, қызының жеңінен ұстағысы келіп еді, бірақ Дана бірден кейін шегінді. Маған жолама, деді ол, тісінің арасынан. Қайдан келдің? Сонда қайт. Сендей менің анам жоқ. Менің тек оқуымды төлеп, маған қамқор болып отырған әкем ғана бар. Бойжеткен кілт бұрылып, жедел такси аялдамасына қарай жылдам басып кетті. Ол бірде-бір рет артына бұрылып қараған жоқ. Баян тас қоқыс жәшігінің қасында жалғыз тұрып қалды. Қасынан адамдар өтіп, қала шулап жатты. Ал ол ішкі бостықтан есеңгіреп тұр еді. Бұл оның өз еркімен құрдымға секіргендегі жан айқайының нағыз жаңғырығы болатын. Өзін өмірден артық жақсы көретін адамның өз басын құтқару үшін сенен бас тартқан сәттегі ең ауыр мұң. Сұр аспаннан ұсақ жаңбыр сіркірей бастады. Баян пальтосының жағасын көтерді. Оған жұмысқа бару керек еді. Алтын қырғауыл мейрамханасында оны кір ыдыстарының үйіндісі мен зәрлі Ербол күтіп тұрған. Өмір алға жылжып, ұзақ қайғыруға уақыт бермейтін. Ол трамвай аялдамасына қарай баяу аяңдады. Әрбір қадам жерден тартылыс күші бірнеше есе артып кеткендей өте ауыр тиіп жатты. Сол күні кешке мейрамхана іші мазасыз құмырсқаның үйілуіне ұқсап кетті. Қалада есімі тек зор құрметпен аталатын Бауыржан Маратұлының жалғыз ұлының зәулім үйлену тойына дайындық жүріп жатқан болатын. Ірі өндірістер мен құрылыс фирмаларының қожайыны мұрагерінің үйленуін нағыз патшалардай салтанатпен атап өтуді ұйғарған еді. Ербол асхана мен залдың арасында есі кетіп жүгіріп, бұйрықтар беріп жатты. Оның жіңішке саусақтары пиджагының жағасын тоқтаусыз жұлқылайтын. Ол егер банкет мінсіз өтсе, өзін үлкен сыйақы мен басқарушы лауазымына көтерілуін күтіп тұратынын жақсы түсінетін. Ал егер бір қателік кетсе, оның күлгі көкке ұшатындай еді. «Ей оқымысты әйел», деп айқайлады ол, ыдыс жуатын бөлмеге кіріп. «Ертең жұмысқа 2 сағат бұрын келесін. Шетелден әкелген қымбат хрусталь партиясы келеді. Әрбір рюмканы қолыңмен жуасын. Біреуін сындырсаң, 1 ай тегін жұмыс істейсің».
Баян үлкен қазанды тазалаудан бас тартпай сабырмен бас изеді. Мен сізді түсіндім, Ербол Базарович. Ертең таңертеңгі сағат 8-де осында боламын. Оның бір қалыпты даусы әкімшіні тағы да шуландырды. Ол жақынырақ келіп, өзінің өткір әтір иісін шашты. Сен неге соншалықты байсалдысың деп көзін сығырайтты ол. Сені жұмыстан шығаруға сылтау таппайды дейсің бе? Біздің мекеме беделді орын, ал сен өзіңнің түрменмен бәрін құртып тұрсың. Есінде болсын, сәл қателік жіберсең, бірден көшеге ұшасың. Менің жұмысым таза ыдыс деп жауап берді Баян, жылтырлаған металл бетінен өз бейнесіне қарап. Ыдыс таза тұрғанда маған тағатын айыбыңыз жоқ. Мекеменің абыройы ыдыс жуушының өмірбаяны емес, тағамдардың сапасын анықтайды. Ерболдың беті қызарып, ашулы сөздерін айтпақшы болып аузын аша бергенде, асхана жақтан ыдыстарын сынып, жерге құлаған қатты дыбысы мен әйел адамның ащы айқайы естілді. Ерболдың өңі бұзылып, жүзі қурап кетті. Ол ыдыс жуатын бөлмеден пластик есікті жұлып әкете жаздап атып шықты. Баян асықпай шүмекті жуып, қолын құрғақ сүлгімен сүртті де, өз уайымдарын кейінге шегіріп, соңынан ерді. Ауруханада ол өз қайғысын ұмытып, өзге жанның зарына бірден көмекке ұмтылуды үйренген болатын. Үлкен асхананың қақ ортасында, кафель еден үстінде Рәзия отыр еді. Оның айналасында қымбат соғыс ыдыстарының сынықтары жатты, ал қызыл түсті бүлдірген тұздығы жерге жайылып кеткен. Аспаз әйел металл сөрелерге арқасын сүйеп, ауаны суық шұртып жатты. Көр соқыр деп шыңғырды Ербол. Лекейін шашыратып, ол өзінің жылтыр туфлимен сынықтардың қасында секіріп жүрді. Бұл жас жұбайлардың үстеліне арналған ерекше ыдыстар болатын. Әр қайсы 10 000 теңге тұрады. Сені мүлде тақырға отырғызамын. Өміріңнің соңына дейін осы ыдыстардың құнын төлейсің. Толықша мұртты бас аспаз еркек тек басын шайқап, жанжалға араласпай тұрды. Өзге қызметкерлер әкімшінің ашуына ілікпеу үшін бұрыш-бұрышқа тығылып қалған. Баян Рәзияның қасына тез жетіп, жұмыс халатының етегі қызыл тұздыққа малынғандығына қарамастан оның алдына тізерлеп отырды. Рәзия, маған қара деп, әйелдің жүзін уысына алып нық бұйырды. Аспаздың терісі сұп-сұр болып кеткен, жүзінде өлімнің белгісі бардай еді. Басың айналып, жүрегің айнып, көзіңнің алды бұлдырлап тұрма. Рәзия басын тез изеді, көзінен жас сорғалады. Баянжан, мен дәріні ауыстырған жоқпын. Сен айтқан дәрі қымбат екен. Ескі дәріні тауысайын деп іштім. Кенеттен желкеме бір нәрсе тарс еткендей болды да, көзім қарауытып кетті. Кейін шегін санитар әйел деп ақырды Ербол. Баянның төбесінен төніп, қойылым қоюды доғарындар. Бұл әйел ішіп алған шығар. Екеуіңді де бұл жерден масқаралап қуамын. Баян баяу көтерілді. Оның жанарында түрмедегі ең сорақы, қылмыскерлерді де үнсіз қалдыратын сондай бір қауіпті суық от жанды. Ербол Базарович, Баянның даусы бәсен шыққанымен, әрбір сөзі қорғасын салынғандай ауыр тиді. Онда қате ем қабылдаудың салдарынан қан қысымының күрт көтерілуі болып жатыр. Егер сіз қазір айқайлауды тоқтатпай, оған тыныштық бермесеңіз, бас миының қан тамырлары шыдамай жарылып кетуі мүмкін. Жылдың ең маңызды үйлену тойы күні жұмыс орнында инсульт орын алса, соған жауапкершілік алуға дайынсыз ба? Бауыржан Маратұлы өз мерекесінде бұл жерге құқық қорғау органдары мен жедел жәрдемнің келгеніне қуана қоймас. Баршаға ықпалды тапсырыс берушінің есімі әкімшіге сиқырлы әсер етті. Ол бірден бәсендеп, галстугін түзеді де жиіркенішпен кейін шегінді. Бұл жерді тазаландар деді ол бас аспазға. Ал мына ауру әйелді көзіме көрсетпей бөлмеге тығындар. Оны сыйақысынан айырмаймын. Ол кілт бұрылып, залға қарай кетті. Артында тек әтірінің иісі ғана қалды. Баян шәйнектен қайнаған суды құйып, кесеге 3 кесе қант салды да Разияға ұсынды. 3 ұрттаммен іш, ертең міндетті түрде дәрігерге бар. Сенбі күні келді. Бұл күні Алтын Қырғауыл мейрамханасының бүкіл соңғы апта бойы дайындалған ең маңызды сәті еді.
Баян жұмысқа таңертеңгі сағат 7-де келді. Қала әлі ұйқыда болатын. Айналаны қою көкшіл тұман басқан еді. Ауа суық, ауыздан бу шығатын. Мейрамхананың кең залында тіршілік басталып кеткен еді. Даяшылар дуаларды жылтырлатып сүртіп жатты. Гүл өсірушілер үстел үстіне тірі раушан мен лилия гүлдерін үлкен композицияларын қойды. Олардың тәтті иісі жиһаз сүртетін майдың иісімен араласып кеткен. Ыдыс жуатын бөлмеде Баянды үлкен сынақ күтіп тұрған еді. Бүгінгі салтанатқа арнайы келінген қымбат хрусталь бокалдар, салынған бірнеше үлкен қорап, жұқа, мөлдір, шыны мінсіз тазалықты талап ететін. Ешқандай ыдыс жуғыш машина емес, тек қол еңбегі. Жылы су, қыша ұнтағы мен жұмсақ мата ғана қажет еді. Ол бақбақтың алдында 5 сағат бойы тұрды. Арқасы сыздап, ауырсынып бара жатты. Резеңке қолғаптар баяғыда жыртылып қалғандықтан ыстық су қол терісін аяусыз құрғатып, егеу құм қағазына айналдырғандай еді. Баян кезекті бокалды алып, суға батырып, жуып, кептіруге қойып жатты. Бір қалыпты қимылдар оны өзінше бір ой құшағына жетеледі. Мұндай сәттерде ол жиі аурухананы есіне алатын. Дәліздегі шамдардың бір қалыпты гуілі, спирт пен кварц иісі, босану бөлімінің есік алдындағы болашақ әкелердің мазасыз жүздері. Ол өз жұмысын жан-тәнімен жақсы көретін. Әрбір жаңа туған нәрестенің жылаған дауысы ол үшін өлімді жеңген үлкен жеңіс еді. Ал қазір ол өзгелердің өмір мерекесінің шанын сүртіп тұр. Ол Торғайбаева есімді әлгі жас келіншекті есіне алды. Оның жанары мөлдір, ашық түсті еді және сол жақ бетінде қалы бар болатын. Баян оның бет әлпетінің әрбір бөлшегін ұмытпаған еді. Оны қабылдау кезінде қалай тексергенін есіне алды. Қыз күлімсіреп, үлкен ішін сипап, ұлымды тезірек көрсем екен деп сыбырлайтын. Ұлы аман есен, дені сау болып туылды. Ал оның анасы бірнеше күнде тотынның жауапсыздығынан басталған қабынудың салдарынан жеке клиникада үзіліп кетті. Өйткені тоты қорқып оны асығыс шығарып жіберген еді. Баян ауыр күрсініп, естеліктерді қуып тастады. Оның қазірде бұл жерде босансуға құқығы жоқ еді. Кешке қарай асхана ішіндегі шиеленіс ең жоғарғы шегіне жетті. Салтанатты шарынның иесі, нақтырақ айтқанда, осы зәулім қойылымның ақшасын төлеп отырған Бауыржан Маратұлы келді. Шашына ақ кірген, жағы нық, өткір де ақылды көзқарасы бар, ірі денелі. Бұл еркек зал ішімен шешуші шайқас алдындағы генерал ұқсап жүріп өтті. Оның соңынан өңі бұзылып терлеп кеткен Ербол жағымпаздана еріп жүрді. Баян оларды есіктің санылауынан бақылады. Бауыржан Маратұлынан үлкен, ішкі күш сезілетін. Бұл әлем өз дегенімен жүруге үйренген, сондай бір текті адамдардың болмысы еді. Ол қызға нық бұйрықтар беріп жатты. Көп ұзамай қонақтар да жиыла бастады. Күй сандық пен шекті аспаптардың жанда өйні басталды. Қымбат металдардың сусылы, хрусталь дыбысы, бәсең күлкі мен адамдардың даусы мейрамхана ішін толтырды. 1 сағаттан кейін жас жұбайлар келді. Баян таза тыстарда барып жатқанда оларды көзі шалып қалды. Кеу жігіт Дәурен, ұзын бойлы аристократтарша өңі ақшыл келген жас жігіт еді. Ол өте шаршау көрінді. Күлкісі де бір түрлі қолдан жасалғандай еріксіз еді. Оның қасында үстінде маржанмен безендірілген тәтті бәлішке ұқсайтын үлкен ақ көйлек киген қалыңдық жарқырап тұрды. Банкет қызға түсті. Даяшылар ыстық тағамдарды, уылдырықтарды, бекіре балығы мен пісірілген етті тасудан қолдары тимеді. Асхана іші пештің жанындай аппақ ыстық болды. Аспаздар айқайлап жатты. Ыдыстардың дыбысы үлкен шуға ұласты. Баян тоқтаусыз жұмыс істеді. Кір тәрілкелердің үйіндісі қорқынышты жылдамдықпен өсіп жатты. Бақтақтағы су майдан бірнеше рет ластанып кетті. Оны әр 10 минут сайын ауыстыруға тура келетін. Арқасы қарып, ашып,
аяқтары қорғасын құйғандай ауырлап бара жатты. «Ей, тезірек қимылда!» деп жүгіріп бара жатқанда Ербол жекіп өтті. Оның жүзі тереңдеп жылтырлап, көбелек галстугы қисайып кеткен. Қазір ыстық тамақ беріледі. Құс етіне арналған таза ыдыстар керек. Қолыңды тез-тез сілте, оқымысты әйел. Баян үнсіз бас изеп, қарқынның бәсеңдетпеді. Ол Ерболдың өзіндегі шиеленісті өзінен шығарып жатқанын түсінетін. Ол әлсіз еркек еді, ал әлсіз адамдар әрдайым өз мәртебесін көтеру үшін жауап қайтара алмайтын жанды іздеп тұрады. Түрмеде мұндайларды шакалдар дейтін. Залда Астанадан шақырылған танымал жұлдыздар, жүргізушінің даусы естілді. Ол көркем тілектер айтып, қалжыңдап, қонақтарды қатты күлдіріп жатты. Бауыржан Маратұлы үстелдің төрінде отырып, құттықтауларды асқақ мінезбен қабылдап отырды. Ол бұл сәтке анық мақтанып отырған еді. Ұлының зәулім тойы оның іскер серіктестерінің алдындағы үлкен беделі мен қуатының айқын көрінісі болатын. Ал енді ханымдар мен мұрзалар деп салтанатты түрде хабарлады жүргізуші. Оның даусы динамиктер арқылы асханаға да жетіп тұрды. Кештің ең тебіреністі романтикалық сәті, жас жұбайлардың алғашқы вальс биі. Баршаңызды жастарға қолдауға шақырамыз. Музыканттар ырғақты ауыстырды. Әдемі әуен басталды. Асхана қызметкерлері бірнеше минутқа жүгіруді тоқтатып, залға ашылатын жартылай мөлдір есіктерге қарай ұмтылды. Бәрінің де әдемі көріністі тамашалағысы келді. Шаршаған Разия да жақындап, есіктің жақтауына сүйенді. Баян да қолдарын сүртіп, есікке қарай бір қадам басты. Мөлдір шыныдан ол Дәурен мен оның жас жарының залдың ортасына шыққанын көрді. Жарықты бәсеңдетіп, тек жастарға бағытталған прожектор сәулелерін ғана қалдырды. Олар жұпты қараңғылықтан бөліп көрсетіп тұрды. Олар айналып билей бастады. Қалыңдық басын артқа тастап күліп жүрді. Көйлегі сәулемен шағылысып, әдемі дөңгеленіп жатты. Ал күйеу жігітше, адамның денсаулығының ең ұсақ белгілерін де байқап үйренген Баянның кәсіби жанары бірден қауіпті сигналдарды ұстап алды. Дәуреннің қимылдары өте ауыр, қатқыл еді. Ол жарын биге жетелеп жүрген жоқ. Керісінше, оған ауыртпалықпен сүйеніп тұрғандай болатын. Оның жүзі тереңдеп жылтырлап кеткен, ал бос қолы бір түрлі табиғи емес күйде кеудесіне қысылып тұрды. «Ой, қандай әдемі!» деп сыбырлады. Қасында тұрған жас даяшы қыз. Тура кинодағындай. Баян үндемеді, бірақ оның ішінде бір белгісіз шек тартылып кететіндей болды. 3 жыл бойы ұйықтап жатқан кәсіби интуиция кенеттен оянып, үлкен қауіптің белгісін көрді. Бір нәрсе дұрыс емес деді. Әуен күшейіп, жұп тағы бір айнала бергенде, Дәурен залдың қақ ортасында кілт тоқтап қалды. Ол дем жұтуға талпынды. Оның аузы судан шыққан балық ұсап ашылып кетті. Көздері кенеттен пайда болған үрейден үлкейіп кеткен еді. Қалыңдықтың белінен ұстаған саусақтары босап кетті. Ол баяу, бейне бір баяулатылған таспа секілді жылтыр паркет еденге қарай құлап бара жатты. Қалыңдық айқайлап жіберді. Оны ұстап қалғысы келді. Бірақ еркек денесінің ауырлығы оны да төмен тартты. Әуен кенеттен үзілді. Зал ішінде бір секундтық зымырандай тыныштық орнады. Оны бірден әйел адамның жантүршігерлік айқайы бұзып жіберді. «Дәурен, жаратқан Алла көмектесіңіздерші!» Мейрамхананың сәнді залы бір сәтте бей-берекетсіздікке ұласты. Біреудің қолынан түсіп кеткен қымбат бокалдың сынықтарының дыбысы мылтық атылғандай естілді. Қонақтар ауыр орындықтарды құлатып, орындарынан атып тұрды. Қымбат әтір иісі қуырылған ет пен еріген балауыз шырындарының иісімен араласып, ауаны тарқылып жіберді. Жұрт бірден еденде жатқан күйеу жігіттің айналасына жиналды. Адамдар айқайлап, бір-бірін итеріп, біреулер жігіттің мұрнына коньяк сіңген майлықты тосып жатты. Қалыңдық бүлінген көйлегімен тізерлеп отырып, Дәуреннің иығынан жұлқылап, ес-түссіз жылап жатты. «Ербол, дәрігерді шақыр, жедел жәрдем!» деп ақырды Бауыржан Маратұлы. Қонақтардың арасынан өтіп,
Алпауыт байдың жүзі қорқыныштан қызарып кеткен еді. Ауыр жұдырықтары қатты қысылып тұрды. Әкімші Ербол болса, бағананың қасында бейне бір жансыз мүсіндей қатып қалған. Оның өңі ескірген ірімшіктің түсіндей бозарып кеткен еді. Дірілдеген қолдарымен ұялы телефонның батырмаларын басуға тырысқанымен, тыңдамайтын саусақтары ұсақ пластик түймелерден тайып кете берді. Аппарат қолынан сырғып түсіп, еденге құлады да бөлшектеліп қалды. Ербол бөлшектелінген батареяға телміріп, бір орнынан қозғала алмай тұрды. Тыныссыз жатқан денені көру оның бойындағы алғашқы үрейді оятқан еді. Баян бір секундта ойланған жоқ. Оның резеңке етігі асхана кафеліне қатты тиді. Ол серпіліп ашылатын есікті иығымен итеріп жіберіп, залға атып шықты. Жидек тұздығы мен сабынды судың ізі қалған, жұмыс халаты асығыс байланған, орамалы ыстық судан қызарып кеткен қолдары. Ол кешкі көйлек киген ханымдар мен фрак киген мырзалардың арасынан өте оғаш көрінетіні анық еді. Бірақ қазір оның ешқандай маңызы жоқ болатын. Ол қонақтарды өзі де күтпеген зор күшпен екі жаққа ысырып жатты. Тарқасындар, оған жоламандар деп ақырды ол. Жақын тұрған еркектер шошып, екі жаққа қарай қашты. Сол сәтте оның бойында бастықтың қорлығына шыдап жүрген бейшара ыдыс жуушының белгісі де байқалмаған еді. Ол жерге хирург, бөлім меңгерушісі, адамдарды суық ажалдың тырнағынан жұлып алып үйренген нағыз дәрігер оралған болатын. Баянның дауысы залдың ішін толтырып, жұрттың үрейін басып кетті. Кейін шегініңдер, сендер оның ауасын тарылтып тұрсыңдар. Ол Дәуреннің қасына тізерлеп отырды да, кеу жігітті тағы да жұлқылағысы келген қалыңдықтың қолын дөрекі түрде итеріп жіберді. Оны жұлқылауға болмайды деп кесіп айтты Баян. Оны бір жола өлтіргіңіз келе ме? Қыз бетін басып кейін шегінді. Баян жігіттің үстіне еңкейді. Жағдайды бағалауға тура 3 секунд уақыт кетті. Терісі сұп-сұр болып кеткен, мұрын ерін 3 бұрышты көгерген, тынысы өте үстіртін. Қырылдаған дыбыспен шығады және ернінде қызғылт көбік пайда болған. Баянның саусақтары бірден мойын артериясына басылды. Тамыр соғысы өте әлсіз, жүйесіз, саусақ астынан жоғалып барады. Жүректің сол жақ қарыншасының өткір жеткіліксіздігі, өкпенің ісінуі орын алған еді. Уақыт минутпен есептеліп тұрды. Сен қайда барасың, түрмеші әйел деп, кенеттен есін жиған Ерболдың ащы даусы шықты. Әкімші оған қарай жүгіріп келіп, сілекейін шашыратып, иығынан ұстағысы келді. Бауыржан Маратұлы, бұл ыдыс жуушы әйел, бұл есінен адасқан. Күзет, мына жындыны алып кетіңіздерші. Баян артына бұрылып та қарамады. Ол тек иығын жұлқып жіберіп, Ерболдың қолын сілтеп тастады да, қасында тұрған күйеу жігіттің әкесіне тік, суық жанармен қарады. Ұлыңыздың жүрегі қатты қысылып, өткір инфаркт салдарынан шок алып жатыр деп сөздерін нықтап айтты. Ол Бауыржан Маратұлына әрбір секундтың кідірісі оның өмірін қиюын мүмкін екенін айтты. Мен сіздің балаңызды құтқарып жатқанда, мына есі кеткенді бұл жерден құртыңыз. Кір халат киген ыдыс жуушының үстем даусы оның сыртқы келбетіне мүлде сәйкес келмегендіктен алпауыт бай бір сәтке аптырап қалды. Бірақ оның 90-шы жылдардың ал бизнесінде аман қалуына септігін тигізген ішкі түйсігі бұл әйелге сенуге болады. Ол не істеп жатқанын біледі деп сыбырлағандай еді. Жоғал бұл жерден деп бұрылып та қарамай ақырды Бауыржан Маратұлы. Ерболға екі мықты күзетші өні бұзылған әкімшінің бірден шетке қарай ысырып тастады. Баян іске кірісті. Маған бірнеше ер адамның пиджагы керек, тез арада деп бұйырды ол жұртқа. Оларды бүктеп дайындаңыздар. Бірнеше қонақ үстіндегі қымбат шетелдік пиджактарын тез шешіп әйелге ұсынды. Ол Дәуреннің денесінің жоғарғы бөлігін өте мұқият ақырын көтеріп, жиналған киімдерді оның арқасы мен басының астына қойып жартылай отыру күйіне келтірді. Бұл шара қысылып жатқан жүрекке түсетін салмақты азайтып, өкпеге баратын қан ағынын бәсеңдетеді. Жағасын ашыңыздар, галстугін босатыңыздар, белбеуін шешіңіздер деп Баян
әмірлерін жалғастыра берді. Терезелерді айқара ашыңыздар. Сыртта суық болса да, маған бәрібір. Оған таза ауа қажет. Ер адамдар ауыр перделерге қарай жүгіріп, биік терезелерді ашып жүрді. Үрей билеген тар залға түннің суық желі кіріп, үстел үстіндегі шамдардың жалыны дірілдей бастады. Жедел жәрдем шақырылды ма? Деп басын көтермей сұрады Баян. Жігіттің тамыр соғысын бақылауды тоқтатпай. Я деп айқайлады. Жұрттың ішінен біреу келе жатыр. Дәурен қырқылдаған дауыс шығарды. Оның қабақтары дірілдеп, көзі сәл ашылды. Жанарында үлкен қорқыныш, өлім алдындағы үрей бар еді. Ол кеудесін ұстағысы келіп, ауаны жұтуға талпынды. Тыныш жат. Баянның даусы кенеттен өзгерді. Темірдей айбат кетіп, орнына жұмсақ, сенімді, тынышталдыратын үн келді. Ол жігіттің жүзіне жақындап, жұрттың бейнесін қалқалады. Маған қара, тек маған қара. Менің есімім Баян. Мен дәрігермін. Сен бүгін өлмейсің. Естідің бе? Мен саған рұқсат бермеймін. Менімен бірге демал. Қысқа дем жұтып, ұзақ шығар. Кәнекей. Жігіт алдында тұрған, терлеген, шашы тозған әйелге бейне бір құтқарушы періштеге қарағандай телмірді. Оның сенімділігі науқасқа беріліп, үрей сәл де болса да басыла бастады. Ол дәрігердің тыныс алу ырғағына бейімделуге тырысты. Қырыл басылып, еріндері әлі де көгеріп тұр еді. Нитроглицерин деп қатты сұрады Баян. Көзін науқастан алмай. Қонақтардың ішінде кім нитроглицерин немесе валидол бар? Тез арада. Жұрт қалталары мен сөмкелерін ақтара бастады. Менде бар деп Баянның қасына қолындағы тағы бір қария жақындап, кішкентай шыны құтыдағы ұсақ дәрілерді ұсынды. Өте жақсы. Ол дәріні ақырын Дәуреннің тілінің астына салды. Уақыт созылып, өте баяу жылжығандай болды. Баян қатты паркетте, еденде тізерлеп тұрып, терезеден соққан суық желдің өзін қарып бара жатқанын сезді. Бірақ ол сыр беруге хақысы жоқ еді. Қазір ол мына жігіттің өмірін өз саусақтарының ұшында ұстап тұрғандай еді. Оның шаршаған жүрегінің соғуымен тоқтап қалуын өз қолымен сезіп тұрды. Бауыржан Маратұлы қасында үстелдің жиегіне ауыртпалықпен сүйеніп тұрды. Кез келген мәселені бір қоңыраумен немесе үлкен қаражатпен шешіп үйренген ақ шашты мықты азамат қазір мүлде дәрменсіз күйде еді. Ол ыдыс-жуушы әйелге қарап тұрды. Оның көздерінде қорқыныш, таңданыс, кішкентай ғана үміт оты араласып тұрған болатын. Алыстан қаланың шуын жарып өткен жедел жәрдем сиренаның дыбысы естілді. Дыбыс жақындап, мейрамхана ғимаратына таяп қалды. Келе жатыр құлыным, келе жатыр деп сыбырлады Баян. Дәуреннің қолын ұстап тұрып, сен жарайсың, өте жақсы шыдап тұрсың. Залға жедел жәрдем бригадасы тез кіріп келді. Үстіне көк түсті униформа киген, қолдарында ауыр, қызғылт сары чемодандары бар 3 ер адам жұрттың ортасына қарай бағытталды. 40-шы жылдардың соңындағы жүзін терең әжімдер басқан ұзын бойлы дәрігер чемоданын еденге тастап Баянның қасына тізерлеп отырды. Мұнда не болды деп қысқа қайырды ол. Баян бірден кәсіби медициналық тілде қысқа әрі дәл жауап берді. Жүректің сол қарыншасының өткір жеткіліксіздігі, өкпенің сынуы орын алған. Жүректің алдыңғы бөлігінің кен көлемді инфарктісі болуы мүмкін деп болжаймын. Тамыр соғысы өте әлсіз, жүйесіз. Қан қысымын өлшеген жоқпын, бірақ өте төмен екені анық. Жартылай отыру күйінде келтірдім. Терезені аштым. Тілінің астына нитроглицерин берілді. Осыдан 3 минут бұрын жедел жәрдем дәрігері Қанат бір сәтке тоқтап, үстіне кір алжапқыш киген әйелге таңданыспен қарады. Сауатты, дәл баяндама дәрігерге дейінгі мінсіз көмек. Бұлардың ешқайсысы оның мына сыртқы келбетіне сәйкес келмейтін еді. Түсінікті әріптес деп, ол құрметпен бас изеді. Қалғанын біз жалғастырамыз. Тамырға катетер салындар. Тез, оттегі маскасын беріңіздер. Дандар әзірге. Баян саусақтарын босатып, Дәуреннің қолын жіберді де, үлкен қиындықпен орнынан көтерілді. Арқасы кенеттен қатты ауырды.
Ол бригадаға орын беріп шетке шықты. Соңғы 10 минут бойы оны ұстап тұрған ішкі шиеленіс басылып, орнына үлкен шаршау мен аяқтарының дірілі келді. Реаниматологтар өте ширақ әрі бірлесіп жұмыс істеді. Бір жағдайы тұрақталған, бірақ әлі де ауыр науқасты зембілге салып, сыртқа қарай алып кетті. Олардың соңынан көзін жасын сүрте отырып, қалыңдық жүгірді. Қонақтар үнсіз қатып тұрды. Мереке біржола бұзылған еді. Сахнадағы музыканттар аспаптарын баяу жинай бастады. Баян бұрылып, жігіттің әкесіне қарады. Бауыржан Маратұлы әлі де үстелдің қасында тұр еді. Кенеттен ол теңселіп кетті. Оның ірі денесі бір түрлі ыңғайсыз күйде жиырылып қалды. Ол орындыққа ауырлықпен отырып, бос қолымен аппақ шидесінің жағасын ұстады. Алпауыт байдың жүзі қызыл дақтармен жабылып, ол қарқылдаған дауыспен ауыр тыныс алды. Бауыржан Маратұлы деп, оның серіктестерінің бірі қасына жүгірді. Баян шаршаумен дем шығарды. Оның кезекшілігі әлі жалғасып жатқан еді. Ол тынысы тарылған еркекке қарай басып бара жатып, маңдайының терін қолының сыртымен сүртті. Баян Бауыржан Маратұлының қасында бәйек болып жүрген серіктесін шетке сырды. Саусақтары үйреншікті, әрі үстем қимылмен бизнесменнің білегіне басылды. Тамыр соғысы сондай бір ауыр дыбыспен қатты соғып жатты. Артерия тері астында тартылған арқандай білініп тұрды. Байдың жүзі қызыл дақтарға толып, ол ақ жейдесінің жағасын қысып, ауаны әрең жұтып жатты. Қорқынышты ештеңе жоқ деп, бір қалыпты сабырлы дауыспен тіл қатты Баян. Еркектің қызарған көзіне тура қарап, үлкен күйзелістің салдарынан қан қысымының күрт көтерілуі орын алған. Үрей шабуылы. Бауыржан Маратұлы оған бұлдыраған жанарымен қарап, менің ұлым ше, сіздің ұлыңыз өмір сүреді деп, Баян әмірлі тонмен оның үрейін басып айтты. Бригада уақытында үлгерді, қысылу басылды. Қазір оны жүрек реанимациясына алып бара жатыр. Ол кәсіби мамандарының қолында. Ал егер сіз қазір өзіңізді қолға алмасаңыз, көрші палатаға өзіңіз жатасыз. Одан кейін балаңызға көмектесетін ешкім болмайды. Терең дем алыңыз, мұрнымен жұтып, аузыңмен шығарыңыз, даусымды тыңдаңыз. Ол үстел үстінен ашылмаған газсыз, салқын суы бар стаканды алып еркекке ұсынды. Ұсақ ұрттаммен ішіңіз, су салқын, бұл тамырдың қысылуын босатуға көмектеседі. Алпауыт бай бейне бір кішкентай бала құсап, жұқа шынының жиегіне ернін тақады. Оның ауыр кеудесі баяу көтеріліп басыла бастады. Бетіндегі қызыл дақтар кетіп, терісі өз түсіне келді. Тынысы реттелді. Еркек орқындықтың арқасына сүйеніп терең дем шығарды. Сіздің есіміңіз кім деп сыбырлай сұрады ол. Алдында тұрған әйелге сығырая қарап, Баян, сіз менің ұлымды құтқардыңыз Баян. Дәрігерлер уақыт секундпен есептелгенін айтты. Сіз бейне бір күнде адамдарды өлімнен құтқарып жүрген жан құсап, өте сенімді қимылдадыңыз. Сіз кімсіз? Мен бұл жерде ыдыс жуамын, Бауыржан Маратұлы. Ол сәл кейін шегініп, ыстық судан қызарып кеткен қолдарын дымқыл халатының қалтасына тықты. Ыдыс жуушылар бірден диагноз қоймайды және реаниматологтарға кәсіби медициналық тілде бұйрық бермейді. Сол сәтте Баянның артынан Ербол шыға келді. Бағана ғана перденің артында үрейден дірілдеп тұрған әкімші ендігі күні жағдайды өз бақылауына алып, бай қонақтың алдына жағымпазданып келді. Бауыржан Маратұлы, жаратқан Алла үшін, мына әйел үшін кешірім өтінемін. Ербол еріндерін жиіркенішпен қисайтып, дірілдеген саусағымен Баянды көрсетті. Мен бұған сенуге болмайтынын айтқан едім. Ол бұрынғы қылмыскер, түрмеде отырып келген, бұрынғы сотталушы. Бұндайларға қалыпты адамдардың қасына жолауға да болмайды. Мұның ойында не бар екенін кім білсін. Үлкен босап қалған зал ішінде ауыр тыныштық орнады. Бауыржан Маратұлы басын баяу бұрды. Оның түнереген көзінде сондай бір жыртқыш ыза ұшқыны жылт еткендей. Ербол өз сөзіне шашалып қалып, орындықты құлатып ала жаздап кейін шегінді. Аузыңды жап деп сыбырлап айтқанымен
Оның даусынан люстраның хрустальдары дірілдеп кеткендей болды. Егер сен тағы бір сөз айтатын болсан, өзің темір тордың артына кетесің. Мен саған бұған кепілдік беремін. Көзіме көрінбей жоғал бұл жерден. Әкімші бейне бір суық желмен ұшып кеткендей ғайып болды. Кәсіпкер қайтадан Баянға қарады. Тіп-тік тұр еді. Өз қадірін толық сақтап тұрған болатын. Оның бойында не қысылу, не ақталу, не байлықтың алдында жағымпаздану белгісі жоқ еді. Бұл құбылыс байды бәрінен де қатты таңғалдырды. Ол адамдардың өз алдында құрдай жорғалап, пайда іздеуіне үйренген болатын. Ал мына әйел оған өз теніндей қарап тұр еді. Сіз не үшін жазаңызды өтедіңіз, Баян? Жасырмай турасын айтыңызшы, деп сұрады ол. 293 бап салғырттық абайсызда адам өліміне соқтыру жағдайы, деп Баян бейне бір құрғақ хаттаманы оқығандай сабырмен жауап берді. Мен бөлмеде жас босанған әйел қайтыс болған кезде кезекші дәрігер болған едім. Ал сіз шынымен кінәлі болдыңыз ба? Баян ащы күлімсіреді. Ол көзінің иығымен даяшылардың ыдыс сынықтарын ақырын жинай бастағанын көрді. Леке аяқталған еді. Қонақтар да біртіндеп тарқап жатты. Сот солай деп шешті. Құжат бойынша бүкіл жауапкершілік менің мойнымда еді. Ол тоты туралы да, сол күні баспалдақтан құлаған данаға қалай асыққаны туралы да тыс жармады. Өйткені ақталу әлсіздердің ісі болатын. Ол өз кінәсін сонау тар, сасық түрме камерасының табалдырығын аттаған күні-ақ қабылдаған еді. Және қазір ықпалды адамның аяушылығын тудыру үшін өз қасіретін саудаға салғысы келмеді. Бауыржан Маратұлы орындығынан ауыртпалықпен көтерілді. Күзетшісі ұсынған таяғына сүйеніп, ол Баянға қарай бір қадам басты. Бүгін менің ұлымды клиникалық өлімнен сондай бір мұздай, суық, сабырлықпен арашалап қалған адам қылмыстық салғыртқа бара алмайды, деп нығайтты ол. Мен адамдарымды кардиологиядан қарағанда әлде қайда жақсы түсінемін. Ертең менің заңгерім сізбен байланысады. Қоңырау күтіңіз. Ол басын қысқа изеп, бейне бір мәмілені бекіткендей болды. Сыртқа қарай бағытталды. Оның соңынан өзара сыбырласқан қонақтар да кетті. Баян олардың артынан қарап тұрды. Бәрі неге екені белгісіз, оған ертең деп уәде берді. Ал бүгін оның алдында әлі де жуылмаған шетелдік хрустальдар мен табалардың үлкен үйіндісі тұр еді. Ол бұрылып асханаға қайта барды. Есіктер оның артынан баяу жабылып, босап қалған залдың жарқыраған сәулесін асхананың аптап ыстық дәмдеуіштер мен арзан сабын иісі аңқыған әлемнің мәңгілікке бөліп тастады. Ыдыс жуатын бөлмеде тыныштық орнаған еді. Бағанағы үрейден сәл де болса есін жиған Разия орындықта отырып, таза сүлгімен жуылған тәрелкелерді механикалық түрде сүртіп отыр еді. Баян, деп сыбырлады аспаз әйел, оған үлкен құрметпен қарап. Мен бәрін есіктің санылауынан көрдім. Сен оны өлім аузынан алып қалдың. Сен қалайша бізбен бірге мына кірдің ішінде жүрсің? Сен әулесің ғой. Баян үнсіз бақтаққа жақындап ыстық суды қосты. Ыстық су оның қажаған, қызарған қолдарына тигенімен ол тән ауырсынуын мүлде сезбегендей еді. Оның көз алдында осы күндері неше рет Дананың бейнесі пайда болды. Өзінің туған қызының жиіркеніш пен менсінбеушілікке толы әдемі, күтінген жүзі. Әкем маған ол сандырақты оқуға тыйым салған. Сен бір адамның өмірін қидың. Сөздері құлағында қатты дыбыспен жаңғырып, аққан судың шуын басып кетті. Егер Дана оны бүгін көрсе, қызы институт есік алдында жиіркенішпен итеріп жіберген анасының мына қолдары жаңа ғана өзге бір жанның баласына өмір сыйлағанын, оны құрдымның жиегінен ұстап қалғанын түсінер еді ме? Бірақ Дана бұл жерде жоқ болатын. Онда тек шаршаған Разия, кір ыдыстар және алды ұзақ таусылмайтын түн ғана бар еді. Баян темір щетканы алып, ауыр шойын табаның шетіндегі күйген майды қыра бастады. Әрбір қимылы оның иық буындарына аурулық түсіріп жатты. Еңбек құтқаратын, еңбек оның санасын үлкен үмітсіздікке батудан сақтайтын жалғыз емеді. Таңға қарай ауыр кезекшілік аяқталды.
Ербол таң атқанша асханаға жоламай өз бөлмесінде ішіндікпен отырды. Ол қорқатын жұмыстан шығудан емес, Бауыржан Маратұлының мына көзге түспейтін сұста елге кенеттен танытқан үлкен қамқорлығынан сескенді. Сыртқа шыққанда Баян таңғы суық желден іркеніп кетті. Үлкен қала жаңа ғана оянып келе жатқан еді. Төмен түскен бұлттардың арасынан күннің алғашқы әлсіз сәулелері көрініп, алыстағы зауыт мұражаларының бәсен қызғылт түске бояп тұрды. Ол аялдамаға қарай аяндап, іштей мүлде бос қалғанын сезінді. Құтқарылған өмірден қуанышта Бауыржан Маратұлының уәдесінен үмітте қалмаған еді. Өйткені түрме оны әдемі сөздерге сенбеуге үйреткен болатын. Тек іске налай сенуге болатын еді. Нағыз әлсіздік ешқашан үлкен дандықпен келмейді. Ол көбіне үміт күлге айналғанда өте ақырын, білінбей келеді. Үйлену тойы артта қалып, қаланың үлкен аңызына айналды. Арада тура 10 күн өтті. Баян жұмысын жалғастыра берді. Әр таңда ол резеңке етігін киіп, орамалын байлап, бақбақтың алдына тұратын. Ербол енді ыдыс жуатын бөлмені айналып өтетін болған. Оның даусы тек залда ғана естілетін. Ал ыдыс жуушымен ол радио арқылы ғана сөйлесетін. Ішкі қорқыныш әкімшіні мүлде тұтып, оны қорқақ көлеңкеге айналдырған еді. Сол сенбі күні кезекшілік өте тыныш өтті. Баян ескі тоңазытқыштың гуілін тыңдап, тәрелкелерді сүртіп тұрған. Кенеттен есік ашылды. Босағада Ербол да, аспаздар да емес, үстіне қымбат кашемир пальто киген, көзілдірікті ұзын бойлы ер адам тұр еді. Қолында былғары папкасы бар. Баян Сұлтанова. Оның даусы бір қалыпты, бірақ зор құрметпен шықты. Ол шүмекті баяу жуып, дымқыл қолдарын алжапқышына сүртті. Кім сұрап тұрғанына байланысты. Есімім Ильяс Омарұлы. Мен Бауыржан Маратұлының қауіпсіздік қызметінің басшысы бас заңгерімін. Ер адам бөлмедегі ылғалдылықпен жуғыш заттардың иісіне мән бермей, ішке бір қадам басты. Бізге сөйлесу керек. Бұл жерде емес. Ширек сағаттан кейін олар мейрамхананың бос залындағы алыс үстелдің бірінде отырды. Ерболдың өңі бұзылып, өз қолымен оларға қымбат жасыл шай әкеліп берді де бірден ғайып болды. Ильяс Омарұлы папканы ашып, үстел үстіне құжаттарды қойды. Бауыржан Маратұлы сөзді босқа шығармайтын адам деп бастады заңгер. Баянның жүзіне мұқият қарап. Адамдарым осыдан 3 жыл бұрынғы оқиғаға байланысты тәуелсіз тергеуге жүргізілді. Біз аурухана атын көтердік. Бұрынғы қызметкерлерден жауап алдық. Бірақ ең бастысы, біз акушер әйел Тотыны таптық. Бұл есімді естігенде Баянның ішінде үлкен тыныштық орнағандай болды. Ыстық кесенің үстінде жатқан саусақтары дірілдеп кетті. Ол қазір қала сыртындағы саяжайында тұрады. Жақсы зейнетақы алады деп жалғастырды ер адам. Оның даусынан жиіркеніш белгісі сезілді. Бастапқыда ол ашуланған сынай танытты. Бірақ біз оның алдында кезекшілік кестесінің көшірмелерін, сол кеште оның мерейтой өткен бөлмеден кілт алғанын, растаған күзетшінің куәлігін және қайтыс болған қыздың қолтаңбалары қолдан қойылған медициналық картасын қойғанда, ол шыдамай бәрін мойындады. Баян үндемеді. Зал ішіндегі ауа кенеттен ауырлап кеткендей болды. Ол түрменің қатты шканкысында жатып, бұл сәтті қаншама рет көз алдына әкелген еді. Шындықтың қалай ашылатынын, өз маңдайынан қылмыскер деген таңбаның қалай алынатынын армандаған болатын. Бірақ қазір өзге жанның мойындау хатына қарап отыр. Ол тек үлкен шаршауды ғана сезінді. Ол прокуратураға өз кінәсін толық мойындау туралы хат жазды. Ильяс Омарұлы оған үстіңгі парақты ұсынды. Онда оның өзінің ішімдік ішкенін, қалай жасырғаны, науқастың жағдайының нашарлауын қалай елеусіз қалдырғаны және сізді қызыңызға кетуге қалай көндіргені егжей-тегжейі жазылған еді. Іс жаңадан ашылған, мән-жайлар бойынша қайта қаралады. Сіздің сотталғаныңыз мүлде жойылады. Сіздер бұны не үшін жасадыңыздар деп баяу сұрады Баян, заңгердің көзіне тура қарап. Бейтаныс адам үшін мұндай қиындықтардың не қажеті бар еді?
Бауыржан Маратұлы, ұлын құтқарғаным үшін жай ғана ақшамен құтыла салар еді ғой. Ілияс Омарұлы түсіністікпен күлімсіреді. Дәурен жақсарып келеді. Кеше оны реанимациядан қалыпты палатаға ауыстырды. Дәрігерлер, егер алғашқы минуттарда сіздің дәл көмегіңіз болмаса, салдары өте ауыр боларын растады. Бауыржан Маратұлы таланты мен сабыры бар хирург ыдыс жумауы керек деп есептейді. Бұл ақылға сыйымсыз жағдай. Ол папкадан тағы бір құжат шығарды. Қымбат қағаздан жасалған қалың конверт. Сонымен қатар, біз сіздің қаржылық жағдайыңызды да тексердік. Біз сіздің ай сайын қайтыс болған қыздың анасына анонимді түрде қаражат жіберіп тұрғаныңызды білеміз. Бауыржан Маратұлы бұл мәселені де өз мойнына алды. Қарияға облыс орталығынан жаңа үй сатып алынды және оның емі үшін шексіз шот ашылды. Енді ештеңеден таршылық көрмейді. Сіздің мойныңыздағы жүк алынды. Баян Сұлтанова, кеудесі қатты қысылғаны сондай, дем жұтуы қиынға соқты. Баян басын төмен түсіріп, жүзін жасырды. 3 жыл бойы ол бұл күнәні ауыр тас құсап арқалап, қолын қанға дейін қажап келген еді. Ал енді біреу келіп бұл жүкті алып тастады. Конверттің ішінде біздің компания салып жатқан жаңа медициналық орталықтың бас дәрігері лауазымына тағайындау туралы бұйрық бар. Орталық 1 айдан кейін ашылады. Сізде демалуға және істеріңізді ретке келтіруге уақыт бар. Заңгер пальтосының батырмасын бекітіп орнынан тұрды. Және тағы бір нәрсе. Біз сіздің бұрынғы күйеуіңіз Бақытжан туралы да мәлімет жинадық. Баян басын көтерді. Бауыржан Маратұлы кейбір құжаттардың көшірмесін қызыңыз Данаға бергенді жөн көрді. Ілияс Омарұлының даусы қатал шықты. Қыз өз анасына кімнің қиянат жасағанын, жақсы қорғаушы жалдаудан кімнің бас тартқанын және әкесінің сотқа дейін өз-ақ өз жасырын қарым-қатынастарының кімнің есебімен қаржыландырып келгенін білуі тиіс. Сау болыңыз, Баян Сұлтанова. Ол Баянды үлкен үстел басында жалғыз қалдырып кетті. Айналада хрусталь люстралар жарқырап, баяу әуен ойнап тұрды. Баян құжаттарға қарап отырып, ерніне тұзды дәмін келгенін сезді. Көп жылдардан кейін оның ішкі қорғанысы бұзылып, көз жасына ерік берді. Баян үнсіз жылады. Бұл сирек кездесетін ауыр көз жасы оның жанын жуып, іштегі түрме шанының, қорлықтың ашты дәмін және болашаққа деген қорқынышты шайып бара жатқандай еді. Кезекшілік кешкі уақытта аяқталды. Баян қызметтік есіктен сыртқа шықты. Қыс мезгілі өз билігін толық орнатқан еді. Үлкен мамық қар, ұшқындары қара асфальт үстіне баяу түсіп, шулы үлкен қаланың дыбысын тұншықтырып жатты. Ауа салқын, таза еді. Ол өкпені қарып, сананы тазартатын. Жалғыз көше шамының қасында, суықта, бір орында тұра алмай, 2 аяғымен кезек басып, бір қыз тұр еді. Ол Дана болатын. Бой жеткен алдынан шықты. Шамның сары сәулесінде оның қатты тонып қалғаны көрініп тұрды. Оның жүзінде институт қасындағы тәкаппар суық масқа жоқ еді. Өңі бозарып, еріндері дірілдеп тұрған, қолдарымен қалың қағаз конвертті қатты қыстып ұстап алған. Мама, бұл сөз оның ерінен бәсен, аянышты күйде шығып, суық ауада бірден ғайып болды. Баян тоқтады. Ешқандай айыптауда, өр көкіректік те болған жоқ. Олардың арасында үлкен тыныштық орнады. Бұл тыныштықта өткен жылдардың өкпе реніштері тез арада өртеніп жатқанда еді. Ол бәрін өтірік айтқан. Дана басын төмен түсіріп, өзінің су болған етегіне қарай қарады. Даусы сабырға ұласып, үзіліп шықты. Әкем, ол әйелмен емін-еркін өмір сүру үшін сені қуып жіберген. Ал маған сенің абыройыма нұқсан келтіретін қылмыскер екеніңді сіңірген. Мен құжаттарды оқыдым, мерзімдерді көрдім. Анашым, мені кешірші, кешіре алсаң кешірші. Мен сенің алдындағы күнәм сондай үлкен. Баян алға қарай бір қадам басты. Ол қолдарын созып, ыстық сумен жуғыш заттардың қажаған қолдарымен қызын қатты құшақтады. Дана анасының ескі пальтосына басын тығып, бала құсап өкіріп жылай берді. Саусақтарымен оның иығынан қысып,
ұстап алған. Баян оның суық шаштарынан сипап, ұмтылған туған жұпарын жұтты. Ол мұны көз жасымен бірге іштегі сорақы мұнын да түндегі қармен бірге мәңгілікке жоғалып бара жатқанын сезді. Ол дыбыс сап тыйылды. Ұзақ күткен тыныштық орнады. «Үйге барайық, Дана», деп Баян жылы дауыспен тіл қатты. «Бізге көп нәрсе туралы сөйлесу керек». Бір айдан кейін Кен жұмыс бөлмесінің ішінен жаңа медициналық журналдардың иісі аңқып тұрды. Баян үлкен айнаның алдында тұрып, тап-таза үтіктелген ақ халатының батырмаларын асықпай бекітіп жатты. Қалың мата иығына жағымды тиіп тұрды. Батырмалардың бекітілген дыбысы қазір ол үшін ең әдемі әуенде естілді. Бұл нағыз өз кәсібіне оралудың белгісі еді. Оның қолдары енді қалтаға тығылмайтын. Бұл тәжірибелі хирургтың күтінген, сабырлы қолдары болатын. Өткен күн артта қалды. Ол қайта қаралған сот ісінің ауыр есігімен және акушер әйел тотының өз кінәсін мойындаумен мәңгілікке жабылған еді. Бөлменің есігі ақырын ашылып, босағадан таза униформа киген жас медбике қыз көрінді. Баян Сұлтанова деп ол құрметпен тіл қатты. 3-ші палатадағы науқас ауырсынуға шағымданып жатыр. Көріп жіберіңізші. Баян бұрылды. Оның өткір көзінде нық сенімді сәуле бар еді. «Барамын», деп жауап берді ол. Ол бөлмеден шығып, клиниканың жарық дәлізімен басып бара жатты. Оның әрбір қадамы мына әлемдегі өз заңды орнын қайта тапқан адамның нық басысы еді. Өмір кейде аяусыз соққы беріп, адамдардан жалған маскаларын жұлып алады және үйреншікті жайлылықтан айырады. Түрме, күйеуінің опасыздығы, ауыр әрі қорлыққа толы еңбек. Бұлардың бәрі адамды жаншып, күлін көкке ұшыруы мүмкін еді. Бірақ адамның нағыз күші құлаған сәтте емес. Ең төменгі құрдымда да өз жаныңды сақтап қалу қабілетінде, қаталданбауда, өзге жанның зарына бейжай қарамауда екені анық. Әділдік бұл кездейсоқтық емес. Бұл біздің өз таңдауымыздың заңды нәтижесі. Жағдайлар сенен қасқыр болуды талап еткенде де адам болып қала білу маңызды. Жақсылық әрдайым қайтарыммен келеді. Баянның тағдыры сіздердің жүректеріңізді қозғады ма? Егер сіз осындай жақын адамдарыңыздың үлкен қиянатына тап болсаңыз, оның орнында не істер едіңіздер? Өз ойларыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.